Армысыздар ағайын. Мына бір сырды қараңыздар. Камнур Талимов деген блогердің видеосынан алдым. Бұны көпшілік білу керек деген түсініктемін. Ол кісіге репостқа қойдым. Іздесеңіздер табасыздар. Ресейдің саясаты қандай болғанын кейінгі жастар біліп жүрсін. Ағайын әсіресе орыстарды жақсы көретін, қазақтарды қалай бұлардың кемсіткенін біліп жүрсін. Тыңдаңыздар. Бәріміз коммунистік партияда болдық қой. Сол кезде маған қате под секретным грифом деп маған бір не түсті. Құшақ қолыма. Сонда былай жазылып тұр әлгіде. Қазақтар мен дейді немістерді бала туудан шектеңдер дейді. Бүкіл акушерлер мен гинекологтарға жіберілген. Және ол кезде бізде көбінде орыстар биледі ғой. Иә, сонда айтады. Оларға бала сау емес, мүгедек болып жатыр, мынаны тусаң да жаман болады деп, егіз болса ол біреу-ақ болды деп, ауыр туып жатсың деп біреуін ғана туғызып беріп, үшемдер де келді сол кезде. Сонда сіз айтып отырсыз 60-70 жылдары негізінде біздің санымызды толтырған немістер, біздің қазақтың, сол өзіміздің қазақтар, сосын неміс әйелдері. Әлгі гриф, под грифі маған байқамай сұқпалды. Сосын әлгі мен бардым, бірақ сол кезде партия ұйымында қазақтар да отырды ғой райкомдарда. Бір керемет бір ағамыз болған. Сол кісіге барып апартында аға деп жылап жіберді. Мынаны қараңызшы. Мыналар бізді жасырын құртып жатыр ғой. Енді шектеп жатыр. Ойбай балғандағын сен қайдан алдың? Мынаны ешкімге көрсетпей ертең басын құртылап жас емессің ба деп. Сосын айттым, осы менде болмасын, сізде болсыншы. Осыдан бір нәтиже шығарыңызшы дедім. Иә, міне сондай ол жалғыз ғана. Мен ол кезде Ресейден жаңа көшіп келген кезім Шарбақты ауданында істедім. Сонда Шарбақты станция бар кәдімгі. Шарбақты ауданында мен айтам, мынау жалғыз бізге емес, бүкіл Қазақстанға таратылған нәрсе ғой. Под секретным грифом деп тұр солай. Иә. Содан кейін сол аға өзі бір отты адам еді, керемет Жакин деген. Содан гинекологтарды, акушерлерді қазақтан қоюға тырысты. Жаңадан оқытып аламыз, қояды. Сол Шарбақты сондай жұмыстар жүрді. Мен жүрегім сол кезде солай езілген. Көрдіңіздер ме? Қандай саясат. Сонда мына 70 жылдан басталды ол. Содан 86-ға дейін жалғасты. 86-да дін туып алғаннан кейін олар айылдарын жейді. Содан Смоленская, Центральная Россия дейді, орталық Россия. Содан кейін мен сонда, сонда мен анау Смоленск деген жерде 3 айлық білім көтеруге бардым. Орыс тілі маманы болған, орыстарды орыс тіліне оқытқан. Сонда барғанда, бұл 84 жыл, сонда бізге оқитын профессорлар өтірік жауап берілмейтіндер сұрақ қояды. Сосын кетіп ана қазақтарды кемітіп отырады. Мен тұрам да жауап берем, не кесе. Жетік түгелін білем, әлгіні. Сосын айтады, амалсыздан айтады. А ты кто вообще? Мен айтам, секретарь парторганизации деймін. Сосын айтады, одна светлая голова. Наконец-то казахи емес екен дейді. Сосын мангурт. Мен айтам, сіз өзі мангурт деген екенін білесіз, ол қалай жасалатын деп баяғы. Сонда былай айтады. 84 жыл. Біз бәріміз құндыз бөрік басымызда шапка. Құндыз жаға пальто, аттақ нан жегенімізге. Сосын әдемі социологпын деп үйлеріне кірдім. Сонда олардың мақтаныштары горница анандай. Үлкен үйлері. Қонақ үйлері. Сонда кенеп шығарады, олар лен шығарады ғой зығыр. Сол кенептен тоқылған, боялған сиямен ала не жатады, ең көрнекті нелер алаша сияқты дорожка дейді. Солары жатады. Сонда бізде ол кезде Қазақстанда паластар жазғы үйдің жерінде жатады. Біз солай тұрамыз. Сонда маған айтады. Скоро грянут такие события дейді. Сендер дейді, немен дейді, қалыптарыңа түсесіңдер дейді.
Мен қазақ халқы, дала халқы мінезі ашау. Ешкім халықты азайтуы мүмкін, қалпына түсіруі мүмкін, бірақ рухымыз өлмейді дедім. Содан 3 айлық курстан мені шығарып жіберді. Бірақ мен алдын ала рефераттарын жазып тастаған. Содан кейін бәрібір неге жазып, Москваға да жазып қағазымды алды. Сонда деймін, сол 84-ші жылы, 86-шы жылғы болатын уақиғаны біліп отыр. Нагрянут такие события дейді. Естеріңді жия алмайсыңдар. Вот солай болды.